Сәлеметсіздер әріптестер. Бүгін сіздерге күнтізбелік жоспарлауды қалай тез толтыру керек екенін көрсетемін. Келесі сабақта сіздерге күнтізбелік жоспарды жариялауды, қалай тез жариялауды көрсетемін. Бізде қазір күнтізбелік жоспарлап отырмыз журналдағы. Сол жерде біз сабақ тақырыптарын қалай толтырамыз. Енді қараңыздар, оң жақта бізде импорттау деген бар, яғни Excel файлда. Біз Excel файлын дайындап алуымыз керек. Енді Excel файлын қалай дайындаймыз? Менде жаңадан файл аштым, да создать деймін. Сосын мына жерге лист деймін. Егер сіздерге бұл жасап отырғызған келмесе, описанияда мен шаблон тастап кеттім. Мысалы, шаблон дей салайын. Міне қараңыздар, бірінші бағанға біз мұнда номер санын жазамыз. Сосын мына жерге біз сабақ тақырыбы, біз былайынан түнге қарай, мысалы, сағатымызға байланысты шамамен 32-ге қоямын. Сосын үстінде граница деген жер бар. Сол жерде все граница дегенді басамыз. 3, 4, 5 деп қоясыздар. Сосын мына жерге тақырыпты қараңыздар. Win, сосын сол жақ батырма бар ғой, бізде ойын ойнайтын. Соны басамыз. Сосын мына жақтан бізге жаңа нені ашу керек. Папканы. Мына жақта бізде ктж тұрады. Тақырыпты мен көшіріп аламын. Сосын мұнда әкеліп бірінші сақабаққа осылайынан қоямын. Сіз солай, дәл солай 2-ні, 3-ті, 4-ші, 5-ші сабақтарыңызды солай қойып шығасыз. Одан кейін дайын болғаннан кейін келесі қайтадан ораласыз. Біз қазір жәнегі файлымызды дайындап алдық. Енді импорттау деген жерге кіреміз. Импорттаймыз. Сосын бағанағы біздің файлымызды таңдаймыз. Мысалы, менде 290 ктж математикадан 5-ші сынып 290 деген басам. Сосын әрі қарай дегенді басам. Сосын мына жерде қараңыз, 290 тұр, жалпы сынып математика 5-ші. Сосын мына жерде импорттау. Жәнегі біздің айтқан көріңіздер ғой, номер, сабақ нөмірі, келесі сосын сабақ тақырыбы. Сосын әрі қарай дегенді басамыз. Сосын мына жерде бізде келіп тұр, сосын әрі қарай импорттау деп басамыз. Бізде импорттау аяқталды, жоспарлауға ораламыз. Сол кезде бізде қараңыздар, бүкіл сабақ осылайынан дайын енгізіліп тұр. Үй жұмыстарында жасасаңыз болады негізі, бірақ та ол керек емес деп ойлаймын. Өйткені біз үй жұмысын әр сыныпқа байланысты әртүрлі ғой, соған қойып отырамыз. Сіздерге келесі сабақта мен ктж-ны қалай жариялау керек, соны көрсететін боламын. Бізде күнтізбелік жоспар 1 жылға жазылған ғой, 4.90-ға. Сол себептен жәнегі файлдың 1-ші 90, 2-ші 90, 3-ші 4-ші 90 деп дайындап қойыңыздар. Сосын келесі сіздерге ктж-ны жариялауда бұл өте қажет, көмектеседі. Себебі келесі видеода мұнда көрсеңіз болады. Міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұндай ақпаратты сіздерге ешкім айта бермейді. Әріптестеріңізге бөлісіңіздер.